Алматинский переростықтың күні қалай өтеді? Короче, таңертең осылай тұрып, түнде істеп болған кудриларым шештім. Если что, туториал тұр менің аккаунтымда. Сосын Назеркен комнатасына кірсем, мынақта маникюрный салон ашып алған бұл апам. Сосын обедте ойбай деп желанием ашылып кетіп, сразу 2 тамақ жасап тастадым. Мынақта спагетти дөң жеп араластырып жатыр екем. Шашым көрсетіп қоямын еще. Демалатын уақыт жоқ деп сразу сосын автомойкаға кеттік. Бибикамды жуамыз деп шештік. Мынақта кәдімгі жуып жатырмын. Мен жуып жатқан себебім бүгін бізде той, соған гүл алып жатырмыз мына жақта. Видеода 2 гүл тұр деп қоясың ғой, короче. Сөйтіп ары қарай тағы отырып алып кеттік. Келе салып патыр-пұтыр етіп бояндым осылай кәдімгідей. Жоқтан бар жасап жібереміз осылай. Сағызша созылып жүріп, әрең бетті бояп болдық та осылай күшті закатты көріп келдік тойханаға. Менің аутфитім осындай болды. Міне бүгінгі тойдың иелері осы. Сүндет той, сосын нағаш ата мен әжемнің алтын тойы. Біз ол кісілерге кәдімгідей күштілеп тұрып сюрприз жасадық. Соған дайындалып жүрміз, арасында репетиция жасап қойып. Мына жерде міне Айтымар екеуміз майысап отырмыз. Андай тойдағы татешкалардың түсіретін видеосы сияқты болып кетті уже мына жағы. Той өстіп басталып жатыр. Жүрегіміз елжіреп, көңіліміз босап, осылай әнімізді айтып бердік. 7 гүл болып, мына жақта бояуымыз ағып, ән айтып жатырық десең да. Сөйтіп келіп, осылай get on ready өзіме жасап, бетін барлығын жуып, жағатын бәрін жағып, души ұйықтауға кеттім. Ұнаса подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңдар. Всем пока!